участвовали Тарихы тереңнен бастау алатын Алаш қаласы атанған Семейдегі Әлихан Бөкейхан атындағы университетінде Жапонияның Хоккайдо университеті жанындағы Славян Еуразиялық зерттеу орталығының өкілі алаштанушы ғалым Томохико Оямамен кездесу өтті. Басқосуға қаламыздағы жоғары оқу орындарының тарихшы, профессор, оқытушылары, студенттер және қала тұрғындары қатысты. Мазмұнды кездесуде түркология және алаштану саласы бойынша ғылыми зерттеу бағыттары талқыланды. Ғалым өз сөзінде қазақ елінің тарихына қызыққандығын, қазақ зиялылары, оның ішінде алаш қозғалысын бастаушыларды зерттеу жұмысы ретінде алған себебімен бөлісті. Өз кезегінде университет ректоры Шырын Асылханқызы ілтипат білдіруге келген профессор Томохико Оямаға алғыс айтып, Әлихан Бөкейхан университетінің құрметті профессор атағын беріп, алдағы уақытта ғылыммен тығыз байланыста болып, ортақ жобаларды жүзеге асыруға дайын екенін жеткізді. Тағылымы мол іс-шараға ұлтымыздың жарқын болашағы үшін күрескен ірі қоғам қайраткерінің ұрпақтары да қатысып, өздерінің аталары туралы деректерді зерттеу жұмысына негіз алған жапондық ғалымға алғыстарын білдіріп, қазақы дәстүрмен шапан жауып, Райымжан Марсеков жайлы жазылған кітапты табыстады. Бүгін қалалық орталық кітапханада Алаштың ұлдары туған жер атты мерекелік кеш өтті. Мәдени іс-шараға кітап сүйер қауым, радиотехника және байланыс колледжінің студенттері қатысты. Басты мақсат қала тарихымен таныстыру, жастардың туған өлкеге деген сүйіспеншіліктерін ояту, патриоттық сезімдерін қалыптастыру, күллі алаш жұртына Астана болған қасиетті өңірдің тарихын таныту. Шара барысында кітапхана қызметкері өр рухын жоғалтпаған, руханият пен өнердің, мәдениеттің ордасы болған Семей қаласының ел тарихында алар орны айрықша екендігін зор мақтаныш деп жеткізді. Ел болмас деп бүгінгі біздің кешіміз осы Семей қаласы күніне арналып отыр. Жиын соңында қала тарихынан сыр шерткен деректер мен фотосуреттер, кітаптар таныстырылып, Семей мәдени бос уақыт орталығының жас әншілері ән шашуларын тарту етті. Биыл заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 125 жылдық мерейтойы. Осыған орай Абай облысында бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылуда. Оған халықтың да белсенділігі жоғары. Осы тұста Мұхтар Әуезов алаңында жазушының ғұмырнамасына байланысты сауалнама жүргіздік. Жоқ, әтері ананда неме Жидебай бар ғой? Жидебайға бартқан кезде. Сол кезде ананда ағасы мен мамасы қайтыс болған жерде зират бар ғой, сол жерге барғанбыз. Сол есімде еще Жидебайға барған кезде ағайды, Мұхтар Әуезовтің неме қайында шығармалары бар, полный неме картинкалар болады ғой, соны көргенбіз. Абай жолын кім жазды? Мұхтар Әуезов. Абай жолы романы бірінші, екінші, Көксерек деген тағы қайсы, бірталай ұмытып қалдым. Абай жолын басынан аяғына екі томдығын оқып шыққанмын. Абай жолындағы кейіпкерлерді білесіз бе? Кейіпкерлер енді оланы Абайдың балалары Оспан дейді, сонымен тағы басқа ұмытып қалыппын. Ол кішкентай кезімізде оқушы болып жүргенде оқыған болатын. Мұхтар Әуезовтің ең алғаш ойнаған футбол командасын білесіз бе? Футбол командасы ең бірінші футболды Мұхтар Әуезов осы Семейде ұйымдастырған ғой. Ең командаларының несі өзі де ойнаған. Енді қайда ол баяғыда болған ғой. Енді айту ұйымдастырғаны білем, осы Семейде футболды Мұхтар Әуезов ұйымдастырды. Мұхтар Әуезовтің ең алғаш доп тепкен футбол командасын білесіз бе? Қазір Семей клубы деп ойлаймын енді алғаш. Семей деген осы футболдың отаны Семей қаласы. Біздің мақтанышымыз, осы жазушымыз Мұхтар Әуезов осы футбол клубында алғашқылардың бірі болып доп теуіп Қазақстанның намысын қорғаған деп ойлаймын. Сәлеметсіз. Биыл Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы еді, соған сауалнама жүргізіп жатыр еді. Бір-екі сұрақтарымызға жауап бересіз бе? Неме туралы? Мұхтар Әуезовтің туған жерін білесіз бе? Жоқ. Мұхтар Әуезовтің шығармаларын? Жоқ. Абай жолын оқыдыңыз ба? Оқыдым. Қашан екен, не помню уже. Шайсы мен онтарын вообще не увлекаюсь. Мұхтар Әуезовке биыл қанша жыл толды? 125. 125. 125. Мұхтар Әуезовтің 25 жылдығы соған орай біраз сауалнама дайындап жүреді, жауап бересіз бе?
абай жолын жазған. Сол кітап арқылы біз Қазақстанның жағдайын бәрін, бұрынғы заманның өткенін бәрін естейік. Мұхтар Әуезовтің қандай шығармаларын білесіз? Тазша бала. Абай жолы. Абай жолдары. Әуезов ойнаған футбол командасын білесіз бе? Ярыш. Абай жолының кейіпкерлерін білесіз бе? Абай. Құнанбай. Сирей. Абай, Құнанбай, әкесі. Негізі кейіпкерлер көп қой, есте нақты қалмайды екен, бірақ әрине оқыдық. Айгерім. Әуезовтың туған жері. Так. Шығыс Қазақстан Семей шығар? Абай ауылы. Аудан. Жоқ. Әуезовке биыл қанша жыл толды? 175. 125 деді, 175. Сәлеметсе, биыл Мұхтар Әуезовтің 25 жылдық еді, соған орай сауалнама ұйымдастырып жатыр еді. Бір-екі сұрағымызға жауап бересіз бе? Жазушы хақында жүргізілген сауалнамамыздың қорытындысы осындай болды. Алаш астанасының тұрғындары біздің ақын жазушыларымыз хақында әлі де талай мағлұматтар біле жүруін жөн деп санаймыз. Бүгін Бородулиха ауданының әкімі Ахметқали Нұрғожин ауданға қарасты ауылдық округтер әкімдері және дербес бөлім басшыларының қатысуымен алдағы жұмыстар бойынша жиналыс өткізді. Жиын барысында әлеуметтік мәселелерден бастап қысқа дайындық, іске асырылатын жобалар, атқарылып жатқан жұмыстар пысықталып, ауылдардың әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған мәселелер талқыланды. Сонымен қатар аудан басшысы учаскелік комиссиялардың алда келе жатқан кезектен тыс президент сайлауына дайын болуын тапсырды. Тиісті тапсырмалар мен нұсқаулар беріліп, ойға алынған жобалардың сапалы, уақытында орындалуын қадағалау қажеттігі айтылды.